Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін шілденің 17-сі, бүгінгі біздің кезекті күнделікті брифингке қош келдіңіздер. Және нарықта болып жатқан бүгінгі сауда сессиясы барысындағы жағдайды егжей-тегжейлі сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Біріншіден экономикалық күнтізбеге назар аударатын болсақ, біз көріп отырғандай бүгін 4 жаңалық бізді күтуде. Таңғы сағат 9-да еуро аймақтан жалпы тұтынушылық бағалар индексі жарияланатын болмақ. 14:00 GMT уақытымен Мичиган университетінен күтілген инфляция және дәл сол университеттен жалпы тұтынушылардың көңіл күй индексі жарияланатын болмақ. Ал кешкісін сағат 17:00-де жалпы есебімен бізде мұнайға қатысты жаңалықтар жарияланатын болады. Күннің басты оқиғалары туралы талқылайтын болсақ, қадірменді көрермен, аптаның негізгі тақырыбы ол жалпы екі маңызды фактордың бір-біріне қатар әсер етуі. Біріншіден, ол әрине де ақш-та жарияланатын инфляция көрсеткіштерімен ол күткеннен төмен болып шыққанына жалпы есебімен бұл федералдық резервтік жүйесінің пайыздық мөлшерлемелерді қайта көтеру ықтималдығын төмендетті. Екіншіден, таяу шығыстағы геосаяси шиеленіс сақталып жатыр. Осы жағдай инвесторлардың қорғаныс активтеріне деген сұранысын үнемі жоғарылататынын есте сақтау қажет. Апта соңында енді ақш доллар индексіне көшетін болсақ, апта соңында жалпы есебімен ақш доллары қалыпты төмендеумен саудалануда. Инфляция бойынша әлсіз статистика жарияланғаннан кейін инвесторлар федералдық резервтік жүйесінің алдағы қадамдарына қатысты күтулерін қайта қарастырды. Бірнеше күн бұрын нарық қатысушылары мөлшерлемелерді тағы да көтерілу ықтималдығын жоғары бағалаған болса, қазіргі таңда бұл болжам айтарлықтай әлсіреді. Соның нәтижесінде доллар индексіне да қысым күшеюде. Алайда айта кететін тағы да бір маңызды жағдай, ол қарама-қарсы фактор доллардың жалпы күрт әлсіреуіне геосаяси тәуекелдер жол бермей жатыр. Әлемдік белгісіздік артқан кезде Америка валютасы дәстүрлі түрде ең сенімді қорғаныс активтерінің бірі болып қала береді. Дәл осы екі қарама-қарсы фактор қазір доллардың индексін бір деңгейде ұстап жатыр деп айтуға келеді, және бұл деңгей шамасымен біз көріп отырғандай мінекей 101-ге өте жақын. Әрмен қарай болса, енді еуро және доллар жұбы туралы әңгіме қозғайтын болсақ, еуро-доллар жұбы ақш-тағы жалпы жарияланған макроэкономикалық деректерден кейін қолдау табуда. ФРЖ-ның мөлшерлемелері қайта көтеру ықтималдығының төмендеуі еуроның долларға қатысты нығаюына мүмкіндік беріп жатыр. Дегенмен өсім әлеуеті әзірге шектеулі. Энергия тасымалдаушылар бағасының жоғары болуы Еуропа экономикасына қысым көрсетуді жалғастыруда. Сондықтан еуроның айтарлықтай қымбаттауына әзірге негіз жеткіліксіз деп айтуға келеді. Егер геосаяси тәуекелдер қайта күшейіп доллар қорғаныс активі ретінде сұранысқа ие болса, еуро доллар жұбы төмендеу бағытына қайта оралуы мүмкін. Бүгін айта кетейік, инвесторлар орталық банк өкілдерінің мәлімдемелері мен нарықтағы жалпы тәуекел тәбетін мұқият бақылап жатыр. Ұлыбританиялық фунттың жағдайы енді салыстырмалы түрде, мысалы үшін еуропалық валюталардың көпшілігіне қарағанда анағұрлым сенімді болып жатқанын айта кету қажет. Бұған Ұлыбритания экономикасының салыстырмалы түрде тұрақтылығы және Англия банкінің қатаң ақша несие саясатын сақтайды деген күтулер әсерін тигізуде. Бірақ онымен қатар фунт үшін бір негізгі тәуекел сақталып жатқанын айта кету қажет. Ол әрине де егер геосаяси тәуекел көтеріліп кететін болса, доллар қайта күшейсе, фунт қысымға ұшырауы мүмкін деген тәуекел. Енді айта кететін бір жағдай, келе жатқан сауда сессиялар барысында фунттың жағдайы Англиядан келетін жаңалықтардан емес, яғни Ұлыбританиялық жаңалықтардан емес, жаһандық жаңалықтардан қолдауын табуы мүмкін. Қолдауын немесе төмен динамикасын. Доллар иена жұбы валюталық нарықтағы ең құбылмалы құралдардың бірі болып қалып отыр. Жапон иенасы долларға қатысты көп жылдық минимумдарға жақын саудаланып жатқанын айта кету қажет. Бұл Жапония билігінің валюталық интервенция жасауы мүмкін деген пікірлерді қайта күшейтуде. Инвесторлар Жапония қаржы министрлігінің мәлімдемелерін мұқият қазір бақылап жатқанын айта кету қажет. Және кез келген интервенция туралы белгі доллар иена жұбына өте жылдам әрі күшті қозғалыс тудыруы мүмкін. Әзірге ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы доллардың пайдасына ойнап жатқанын айта кету қажет.
Канадалық доллардың жағдайы бір мезгілде екі негізгі фактор астында қалып жатыр. Біріншісі ақш долларының жалпы динамикасы, екіншісі ол әрине де мұнайдың бағасы. Канада енді мұнай экспорттаушысы болғандықтан мұнайдың бағасының жалпы өсуі канадалық долларға дәстүрлі түрде қолдау береді. Сондықтан бұл жұптың алдағы қозғалысы көбіне мұнай бағасының қазіргі өсімі сақтала ма, соған байланысты болмақ. Ал алтын туралы әңгіме қозғайтын болсақ, алтын инвесторлар үшін негізгі қорғаныс активі ретінде жалпы өз позицияларын сақтап жатқанын көріп отырмыз. Бір жағынан ақш-тағы инфляциялық баяулау және ФРЖ-нің мөлшерлемелерді көтеру ықтималдылығы төмендеуі алтынның бағасына оң әсерін тигізетіні анық. Екінші жағынан ақш мемлекеттік облигациялардың кірістілігі жоғары болуы алтын бағасын қарқынын өсуін тежейді, иә, өсу қарқынын тежейтін айта кететін болсақ, сонымен қатар таяу шығыстағы белгісіздік те алтынға өз қолдауын беріп жатыр. Геосаяси тәуекелдер сақталған жағдайда инвесторлардың алтынға қызығушылығы жоғары деңгейде қалуы ықтимал деген ой-пікірлер бар. Мұнай туралы тақырып қозғайтын болсақ, WTI мұнайы жалпы бренд бағасының қозғалысын қайталап жатқаны бұл бізге анық. Бұл нарықтағы негізгі фактор біріншісі геосаясат болып жатқанын айта кету қажет. Қазіргі жаңалықтар ағыны сақталатын болса, мұнай нарығындағы жоғары құбылмалық алдағы сауда сессияларында да жалғасуы мүмкін. Трейдерлер үшін бұл қосымша мүмкіндіктер берсе де, тәуекелді басқаруға ерекше назар аударуды талап етеді. Бүгінге енді трейдерлер неге назар аударуы керек десеңіздер, ол әрине де ақш-тағы соңғы инфляциялық жаңалықтар, мемлекеттік облигациялардың кірістілігі, таяу шығыстағы геосаяси факторлар және ФРЖ-нің өкілдерінің жаңа мәлімдемелері деп айтуға болады. Достар, осымен бүгінгі біздің күнделікті брифинг өз мәресіне жетуде. Егер Форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Инстаграм және Телеграм парақшаларымызға жазылып кетуді сұраймыз, және YouTube арнамызға да жазылып хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.